Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгін біздің маркетинг пәнінің 6-шы тақырыбы маркетинг жүйесіндегі тауар. Бүгін біз 4 сұрақты қарастырамыз. Бірінші, маркетингтегі тауар түсінігі және оларды жіктеу. Екінші, тауардың өміршеңдік кезеңі және оның концепциясы. Үшінші, тауар белгісі және мәні. Төртінші, тауардың орамы. Бірінші сұрақ. Пайдалану мерзімі бойынша тауарлар қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді қолданылатын тауарлар деп бөлінеді. Қысқа мерзімде қолданылатын тауарлар бір немесе бірнеше рет қолдануға болады. Оған материалдық бұйымдар, сабын, нан, тағы басқа жатады. Ал ұзақ мерзімді тауарлар бірнеше жылдар бойы қолданылады. Мысалы, тоңазытқыш, автомобиль, кір жуғыш машиналар және тағы басқа. Түпкі тұтынуына қарай тауарлар тұтыну тауарлары және өндіріске арналған тауарлар деп бөлінеді. Тұтыну тауарларына негізгі тұтынушы қолданылуы үшін сатып алатын тауарлар жатады. Олар күнделікті сұранымдағы тауарлар. Пассивті сұраныстағы тауарлар, тұтынушы ол туралы білмейді, немесе білсе де оларды өте бәсең қолданылатын тауарлар. Ерекше сұраныстағы тауарлар, олар мысалы автокөлік болуы мүмкін. Таңдалынатын тауарлар, олар киімдер болуы мүмкін. Өндірістік мақсатқа арналған тауарлар қайта өңдеуге немесе өндіріске пайдалану үшін алынатын тауарлар. Шикізат, материалдар, жабдықтар, қосалқы бөлшектер және тағы басқа заттар. Тауарлық ассортимент дегеніміз функционалды және тұтынушылық сипаттамасы, сондай-ақ бөлу арналары бойынша ұқсас тауарлардың тобы. Тауар ассортиментінің кеңдігін және тереңдігін бөліп көрсетуге болады. Тауар номенклатурасы дегеніміз нақты сатушылардың тұтынушыларға ұсынатын тауарлары мен тауар бірліктерінің ассортименттік топтарының жиынтығы. Тауар саясаты дегеніміз тауар ассортиментін қалыптастыру бойынша олардың жаңа түрлерін жасау, сапа бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату, өмірлік циклын талдау, тауарлық белгілерді пайдалану, буып түю, орау, таңбалау және сервистік қызмет көрсету бойынша шешім қабылдауды қажет ететін фирманың көп факторлы қызмет көрсету аумағы. Тауар стратегиясы тауар өндірісінің ресурстық мүмкіндіктері мен нарықтық конъюнктура жағдайына сай болашақта даму бағытын анықтайтын құралы. Сапа бұл тұтынушы сұранысы мен қажеттілігіне жауап беретін тауардың қасиеттері мен сипаттамаларының жиынтығы. Өнімнің сыртқы түрі тұтынушының тауарды сатып алуына әсер ететін маңызды фактор болып саналады. Ол өнім түрінің, түсінің, дизайны, мөлшері мен буып түюінің сәтті болуына байланысты. Түс өнімді түрлендіру және қолданылатын қарапайым құрал. Дизайн нарықта тауарды саралауға қолданатын негізгі мықты құралдарының бірі. Жаңа өнім бұл өнімнің модификациясы, жаңалық енгізу және жаңартпасы. Жаңғыртып жетілдіру бұл тауарлар сипаттамасын сапалық немесе физикалық өзгерісі. Жаңа енгізулер ол фирмада бұрын өндірілмеген және сатылмаған өнім. Инновациялық тауар бұл нарықта бұрын болмаған алғашқы түпнұсқадағы тауарлар. Тауардың өміршеңдік циклінің нарықта болу уақыты. Бірінші, идеяларды іздейміз, одан кейін идеяларды таңдаймыз, жаңа тауар концепциясын жасаймыз, оны тестілейміз, маркетинг стратегиясын жасаймыз, одан кейін экономикалық талдау өткіземіз, одан кейін сынаймыз, соңғы коммерциялық өткізу болып табылады. Тауарды нарыққа шығару. Тауардың өміршеңдік циклі американдық ғалым Теодор Ливит 1965 жылы әзірлеген. Ол 4 немесе 6 кезеңнен ауытқыған. Әрине ол бізде ең бірінші нарыққа ену тауар, одан кейін өседі, одан кейін кемелденеді, одан кейін құлдырайды. Өсу кезеңінде тауарды жаңғыртамыз, жетілдіреміз, ұлғайтамыз. Тұтынушылар тауарды жақсы біліп сатып ала бастайды. Тауардың кемелдену кезінде алғашқы сұраныс төмендейді. Кемелдену сатысы мерзім бойынша тауардың өміршеңдік циклінің ең ұзақ кезеңі болып саналады. Бұл жерде тауар ірі партиялармен шығарылады, ассортименті кеңейеді және тереңдейді. Тауарын өткізу құлдырау кезеңі. Бұл жерде технологиялық процесс әсерінен жаңа және айтарлықтай жетілген тауарлар пайда бола бастайды. Бұл кезеңде өндіріс қуаты біршама толық қолданылмайды. Сұраныс пен пайда тұрақты түрде төмендейді. Енді келесі сұрақ бұл жерде бізде буып түю, орау. Фирманың маркетинг қызметіне ерекше орын алады. Олардың тауардың қауіпсіздігін, яғни сақталуын қамтамасыз етеді, оның өткізілуіне ықпал етіп қызмет етеді және тауардың қасиеті мен пайдалану әдістері жөніндегі ақпаратты береді.
буып-түю орауға мынандай талаптар қойылады. Бірінші, буып-түю орау өнімнің белгіленуін, қолдану аясын, функциясын, жарамдылығын және сақтау мерзімін көрсетуі қажет. Екінші, буып-түю орау тауарды сақтауға, тасымалдауға және тұтынуға қолайлы етіп жасалуы керек. Үшінші, ол қазіргі заман талаптарына сәйкес тартымды сыртқы түрі оның мазмұнына сай болуы керек. Төртінші, буып-түю орау өткізу арналарының ерекшеліктері мен талаптарына сәйкес болуы керек. Соңғысы, буып-түю орау тұтынушының әдеттері мен талаптарына қолайлы болу міндетті. Тауар белгісі дегеніміз заңдық тұрғыдан қорғалған және басқа тауарлардан сөз, бейне, көлем жағынан айырмашылығы білдіре алатын ұғым. Тауар белгілеріне термин, таңба, сурет, символ, әріптер немесе сандар жатады. Тауар таңбасын белгілеудің 4 түрі бар. Фирмалық атау, ол сөз, әріп немесе сөздер мен әріптер тобы. Фирмалық белгі, символ, сурет ерекшеленетін түс немесе белгілеу. Сауда бейнесі, дербестендірілген тауар таңбасы және сауда белгісі, фирмалық атау, фирмалық белгі, тауар бейнесі және олардың заң тұрғысынан қорғалған түрі. Тауар белгі термині тауар таңбасы және брендинг деген ұғымымен тығыз байланысты. Бренд терминінің қазақ тілінде нақты баламасы жоқ. Ағылшын тілінен аударғанда ол таңба, мөр деген мағынаны білдіреді. Сондықтан да сатып алушы оны бәсекелес тауарлардан ерекше етіп көрсететін өзіндік бейнесі ретінде түсінеді. Бренд атауы, символы және сыртқы түрінің ықпалымен тұтынушы санасында бекінген нарықта танымал сауда маркасы. Тақырыбымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.